оқу барысында методическое пособие болады. Ол кітаптың ішінде, бер жақындатыңыз. Ол кітаптың ішінде қайсысы қалай екені ертеңгі уақытта ұмыт қалып жатсаңыздар, барлық информация бар. Рабочее место, қандай материал керек, кірпіктің строениесі, цикл, фаза, бәрі бар. Толщина, длина, қандай кірпіктер, цветные ресницы, алгоритм қалай жасау керек, қалай жабыстыру керек кірпікті, техникасы, әртүрлі эффекттар, бәрі жазылған кітаптың ішінде. Материал, клей, кірпік, пучки, қандай изгибтар бар, қандай пинцеттің түрлері бар, көз қызарса не істеу керек, қалай снятие жасау керек, бәрі жазылған. Және де идеальный пучок деген методичка болады. Оның да ішінде пучокты қалай жасаймыз, соның бәрі жазылған. Бұл сіздерге шпаргалка ретінде болашақта қолдануға керек болады.